Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз осындай хит болған ең сәнді сырға жасаймыз. Бұндай сырға жасау үшін бізге плоскогубцы, круглогубцы, конго сырғасы және де арнайы сақиналар болады. Конго сырғаға тағуға арналған табиғи жемчуг және де ілгіш, әдемі ілгіш таңдайсыздар. Жемчугті сырғаға бекіту үшін бізге пин қажет және байланыстырушы сақиналар. Бұндай сырғаны жасау өте оңай. Ендеше сырғаны жасауға кірісеміз. Біз табиғи жемчугімізді пинға өткізіп, сақинамызға ілеміз. Пиніміздің артық жерін кусачканың көмегімен қиып тастаймыз және де біздің сақинамызға ілуге арналған форма жасаймыз. Оны біз круглогубцының көмегімен жасаймыз. Жемчугімізға пинді өткізгеннен кейін байланыстырушы сақинаны өткіземіз. Ол арқылы біз арнайы сақинаға бекітіп, конго сырғамызға тағамыз. Дәп видеода көргендеріңіздей байланыстырушы сақинаның көмегімен арнайы сақинаға жемчугімізді бекіттік. Қазіргі таңда асимметриялық сырғалар өте танымал. Асимметрия дегеніміз екі сырғамыз әртүрлі. Екі сырғамыздың ілгіштері әртүрлі болып келеді. Ілгіштерімізді алып тастаған кезінде бізде қарапайым базалық сырға қалады. Сырғамыздың екіншісін дәп біріншідегідей байланыстырушы сақинаның көмегімен арнайы сақинамызға ілеміз. Дәп видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай сәнді сырғаны сіз өз қолыңызбен өзіңізге жасап ала аласыз. Сіздермен бірге болған Айжан. Бүгін біз осындай ең сәнді хит болған сырғаны жасадық. Келесіде қандай тақырыпта видео көргіңіз келеді, соны комментарийға жазып қалдырыңыздар. Менің арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.